Жазмыштан озмыш жоқ деген сенім бар. Жазылып қойды сенің тағдырыңның, өміріңнің қандай болатыны деген. Екіншісі, әрбір адам өзінің бақытының ұстасы. Әрбір адам өзінің тағдырының, өмірінің сәулетшісі, суретшісі деген сенім, наным, ұстаным бар. Сіз қайсысын таңдайсыз? Мен екіншісін таңдаймын. Алаштың ардақты ақыны Сұлтан Махмұт Торайғыров атамыз айтады: жақсылық көрсем өзімнен, жамандық көрсем өзімнен, тағдыр қылды дегенді шығарамын сөзімнен, өзім болдым дегенді таса қылман көзімнен дейді. Мұқағали Мақатаев атамыз айтады: кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің. Әлем мойындаған қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаев атамыз айтады: өзіңе сен, өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап дейді. Міне осы ата-бабаларымыздың, қазақ ата-бабаларымыздың бізге беріп кеткен осы үш сөзі, үш өлеңі біздің әр қайсымыздың өмірімізді жасауға көмектеседі екен. Осыны әрбір қанында қазақ қаны бар азаматтар мен азаматшалар кішкентай кезінен бастап балаларымыз білетін болса, осыны жаттап өсетін болса, өздерінің өмірлерін өздері жасайтын, өздері іс-әрекеттерімен жасайтын білетін болса, әр адам өздерінің өмірлерін өздері жасауға болар еді.